Баршаңызға ассалаумағалейкум достар. Бүгін сіздермен бірге шоколадты шұжық рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен печеньеларымызды видеода көрсетілгендей күтіп аламыз. Бізде осындай масса шығуы қажет. Табамызға май, сүт, қант, какао салып, майымыз бен қантымыз ерігенше дейін табада ерітеміз. Бізде осындай масса шығуы қажет. Енді біздің печеньеларымызға біздің сұйық массамызды қосамыз және араластырамыз. Бізде соңында осындай масса шығуы қажет. Фольгамызды алып, оның үстіне шоколадты массамызды саламыз. Басында кішкене шоколадты массамызға шұжық формасын береміз. Содан кейін біздің массамызды фольганың ішіне видеода көрсетілгендей орап шығамыз. Шоколадты шұжығымызды 2 сағат мұздатқышқа қоямыз. Мінекей достар, біздің шоколадты шұжығымыз дайын. Бұл шұжық өте оңай дайындалады. Әрі дәмі өте дамды болып шығады. Сіздерге дайындауға кеңес беремін. Сіздердің отбасыларыңызға бұл шұжық ұнайды деген ойдамын. Ал егер осы видеоны лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассалаумағалейкум.